Сәлем достар, бүгінгі шығарылымда сендердің бастарыңды қатырып, миларыңды шайқап тастайтын сұрақтар дайындап қойдым. Сенің таңдауың қандай болмақ? Кетті көрейік. 1 жыл үңгірде өмір сүру, немесе 1 жыл ағаш үйде өмір сүру. Мына итті құтқарасың, немесе $1 миллион аласың. Қайсысы? Өмір бойы тек тәтті тағамдар жеу, немесе тек тұзды тағамдар жеу. Танымал бірақ кедей боласың ба, немесе ешкім білмейтін бай боласың ба? Ал кеттік. Ешқашан кола ішпеу, немесе ешқашан горилла ішпеу. Мына итке тамақ бересің ба, немесе ең қымбат пиццаны өзің жейсің ба? 1 жыл интернетсіз өмір сүру, немесе 1 жыл телефонсыз өмір сүру. Қайсысы қиын? Мынау қалай? Шексіз байлық, немесе шексіз бақыт. Біреуін өшіру керексің. Instagram немесе TikTok. Мына видеоға лайк басасың ба, әлде оданша телефоныңды жоғалтқаның жақсы ма? Мынаға не дейсің? Өткенге саяхат жасайсың, немесе болашаққа саяхат? Ешқашан ойын ойнамау, немесе ешқашан кино көрмеу. Сенің таңдауың. Былайше, түрмеде 50 жыл өткізу, немесе үңгірде 50 жыл болу. Ортасы жоқ. Әрқашан сыбырлап сөйлейсің ба, немесе әрқашан айғайлап сөйлейсің ба? Лотерея ұтып, достарын жоғалтасың, немесе көп дос болып, әрқашан кедей боласың. Қайсысы керегірек? Дәм сезуден айырылғаның дұрыс па, иіс сезуден ба? Әнсіз өмір сүру, немесе фильмсіз өмір сүру. Қай өмір қызығырақ? Бай, бірақ бақытсыз, кедей, бірақ бақытты. Сен таңдауың қайсысы? Зомби апокалипсте болғаның жақсы ма, робот көтерілісінде ма? Мынау ше, қастан айырылу, немесе кірпіктен айырылу. Қайсысы оңайырақ? Әрқашан тоңып жүргенің жақсы ма, немесе әрқашан ыстықтап жүргенің жақсы ма? Мынау қалай болады? Бір ғана фильмді өмір бойы көресің, немесе бір әнді өмір бойы тыңдап өтесің. Тек бір таңдауың бар. Я ешқашан күлмейсің, немесе ешқашан жыламайсың. Қайсысы дұрыс сұрақ? 100 өрмекші бар бөлмеде болғаның ба, 10 жылан бар бөлмеде болғаның ба? Күшікті аюдан құтқарасың, немесе 20 000 теңге сенікі. Қайсысы? Қаланың өмірі жақсы ма, ауылдың ба? Сен таңдауың. Әрқашан дымқылшылық киесің, немесе дымқыл киім киесің. Қайсысы? Ешқашан туған күн тойламайсың, немесе ең күшті туған күн өткізесің. Екінші вариант болса, комментке туған күніңді жаз. Күнге аллергия, немесе суға аллергия. Сеніңше қайсысы жеңілірек? Сөйлеу мүмкіндігінен айырылу, немесе есту мүмкіндігінен айырылу. Сенің таңдауың. Марста өмір сүргенің жақсы ма, судың астында өмір сүргенің ба? Сен таңдауың. Орманда жоғалып кету, немесе шөл далада жоғалып кету. Қайсысы? Әрқашан әндетіп сөйлейсің, я болмаса әрқашан билеп жүресің. Сеніңше қайсысы? Кітапсыз өмір сүру, немесе телевизорсыз өмір сүру. Сен таңдауың. Тек осыны ғана жейсің. Тек пицца, немесе тек макарон. Болмаса тек су ішесің, немесе тек шырын ішесің. Қайсысы оңайырақ? 24 сағат су ішпеу, немесе 24 сағат ұйықтамау. Сен таңдауың. Әлемдегі ең ақылды адам болу ма, ең бай адам болу ма? Бір апта тіс тазаламайсың, немесе бір апта шаш жумайсың. Қайсысы? Бұлай қалай? Бір тамақты күнде жейсің, немесе ешқашан TikTokты қолданбайсың. 5 күн тамақ ішпеу, немесе 5 күн ұйықтамау. Қайсысы? 100 шынайы дос, немесе $1 миллион. Қайсысы? Былайше, 1 жыл түрмеде боласың, немесе өміріңнен 1 жылын жоғалтасың. Әрқашан жолың болғаның жақсы ма, немесе өте талантты ма?
былайшы әрқашан аш болу немесе әрқашан шөлдеп жүру? Танымал суретші болған дұрыс па, танымал ғалым ба? Қалай болды достар? Қиын болған комментке белгілеп кет. Лайк басып тіркелуді ұмытпа. Сау бол!